Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы білім ғылымдағы жасанды интеллект. Personal education деген сондай концепция бар. Әрбір оқушыға жеке дара траектория жасап беріп, сол арқылы оқыту. Ұлыбритания, ақш, Сингапур сияқты елдерде жасанды интеллект ұлттық білім стратегиясы есебінде қарастырылып отыр. Егер де үй жұмыстарын студент, оқушы жасанды интеллектпен жасап келетін болса, демек үй тапсырмасы дұрыс берілмеген. Менің мысалы өмірлік принципім және қағидам, мен студенттердің ең бірінші кезекте сыни ойлауын және сол қабілетін дамытуға тырысамын. Жоқ, оны жүйемен қатар оқытамайсыз ба? Жүйемен қатар оқытуға, дамытуға болады ғой. Мен оған тыйым салам. Әрқашан осыны айтамын да, ғылымды қиындата бермейікші, өтініш. Өйткені біз аспандағы айғылып көрсетеді, оған адамдар кіре алмай жүретін есер. Жасанды интеллекті дұрыс пайдалана білсек, біз негізінен білімнің сапасын жан-жақты арттырып, теңсіздік мәселесін шеше аламыз. Қазақ ғалымдарын енді өзім де осыған баса көңіл аударып жүрмін. Қазақ тілінде көбірек ғылыми мақалалар жазуға. Әрине біздің KPI-да ағылшынша жазсаң ол саған көп ақша келеді, орысша жазсаң ол көпке түсінікті дегендей стереотип бар. Дегенмен де біз қазақша ғылымды дамыту үшін, қазақша AI-ды дамыту үшін қазақ тілінде мақалаларымызды, сапалы мақалаларымызды, монографияларымызды, кітаптарымызды жазуды мемлекеттік жоба ретінде қолға алуға шақыратын еді. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы білім ғылымдағы жасанды интеллект. Жалпы осы күні жасанды интеллект біздің өміріміздің әр алуан саласында кеңінен қолданылып жүргені бәрімізге аян. Және де сонымен қоса 2026 жыл елімізде цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп те жарияланған барлығымыз білеміз. Десе де 2022 жылдың соңында таныстырылған ChatGPT құралы осы күні білім алушылардың айырылмас серігіне айналғанын да барлығымыз білеміз. Осыған орай ғалым ханымдар, ұстаз ретінде сіздердің пікірлеріңіз қалай? Жалпы енді жасанды интеллект, ол қалай болғанда да қазіргі таңда біздің айнымас бір бөлшегімізге айналды өміріміздің. Барлық салаға ол енді бизнес саласында да, басқаруда да, жалпы осы оқыту саласында да ол кеңінен қолданылып жатқан негізгі технологияның бірі. Сондықтан біз одан ешқайда асып құтыла алмаймыз. Қалай болғанда да оны пайдаланамыз. Енді егер білім саласында алатын болсақ, онда қазіргі таңда оны білім саласын трансформациялау мақсатында қолданып жатыр. Яғни сабақ беру үлгісін өзгерту. Яғни personal education деген сондай концепция бар. Әрбір оқушыға жеке дара траектория жасап беріп, сол арқылы оқыту. Яғни қателіктерін түзеу, оның оқу қарқынын ескеру, қандай қателіктер жібереді, сонымен интерактивті түрде мысалы жұмыс жасау. Осының барлығы қазіргі таңда мына AI технологиялары арқылы жүзеге асырылып жатыр. Әсел ханым, сіздің пікіріңіз қалай? Енді қазір әлем тәжірибесін қарастыратын болсақ, Ұлыбритания, ақш, Сингапур сияқты елдерде жасанды интеллект ұлттық білім стратегиясы есебінде қарастырылып отыр. Яғни сол стратегиясына республикалық ұлттық деңгейлерінде енгізілген. Және көп университеттер соның нәтижесінде AI literacy, яғни жасанды интеллект сауаттылығы деген сияқты жеке дара пән де енгізген. Және көп университеттер, оның ішінде Қазақстан университеттерде академиялық адалдық саясатын қазіргі кезде қайта қарастыру үстінде деп айтсақ болады. ЮНЕСКО-ның ұсынысы нұсқаулығы бойынша жасанды интеллект бұл қолдаушы, білім беру қызметін жетілдіруші, серігі әрі сыни пікірді дамытатын құрал болу керек. Егер де үй жұмыстарын студент, оқушы жасанды интеллектпен жасап келетін болса, демек үй тапсырмасы дұрыс берілмеген. Үй тапсырмасын оқытушы дұрыс беру керек. Яғни ол сыни қабілетін дамытатын, үй тапсырмасының ішінде жасанды интеллектті былай қолдан деген инструкция болу керек. Осылай шығарып, арғарай сен өзіңнің есебіңді құрастыр, немесе осы есепке сенің идеяңды жаз дегендей. Бүгінгі таңда жасанды интеллект, ол интеллект жағынан өзінің функциясын өте жақсы атқарады, ал ізденуші студент, оқушы, ол өзінің ойын, креативтілігін, сосын эмпатиясын, сондай қасиеттерін дамытатындай біз оқушыларға, жастарға тапсырма бере алмай отырмыз. Кінә өзімізден деп ойлаймын.
осыған сәйкес мына жаңа Айнұр ханым, сөзіңіз аузыңызда. Айсұлу ханым, сіз айтып өткендей, оқытушылардың жауапкершілігі деп жатырсыз, бірақ сіздің айтып отқан мәселеңіз ол кішкене advanced. 3-ші болмаса 4-ші курстан бастау алатын мәселе. Мысалы үшін біздер білеміз, 1960 жылы калькуляторлар дами бастаған кезде қоғамда дәл осындай үлкен қауіп төнген. Балалар есептеуді ұмытып қалады, болмаса болашақта балалардың бәрі ақымақ болып кетеді. Бірақ ешкім ұмытып қалған жоқ қой. Енді қараңыз, жоқ, ол дәл сондай. Ұмытып қалмаудың себебі ол жерде одан да жақсы ғой, калькулятордан да жақсы. Ол жерде диверсификация жасалынған. Мысалы үшін бастауыш мектеп оқушыларына калькулятор мүлдем тыйым салынған, орта мектеп оқушыларына сол кездегі енгізілген ережелер ғой, ол ережелер осы күнге шейін әліге шейін қолданылып келеді стандарт ретінде, да. Орта мектептің оқушылары оны мысалы үшін кейбір пәндерде ғана пайдаланады. Мысалы үшін университетте студенттер емтихан жазған кезде біздер әліге шейін калькуляторларды емін-еркін береміз, да. Енді сол сияқты білім беру үрдісінде осы жасанды интеллектіні диверсификация жасап жаңағыдай бөліп пайдалану туралы пікірлеріңіз қалай сіздердің? Иә, бастауыш сыныпта базовый элементтер қалыптасу үшін әрине оны тыйым салу керек. Ал дегенмен де олар қызығады. Бәрібір мысалы онлайн сабақта бәрібір қолданады. Сол кезде кішкене оқытушының креативтілігі қажет. Қосымша тапсырма бергенге. Яғни бірақ базовый мынау тапсырмалардың мағынасын ауыстыру керекпіз да. Олар тек қана есептеу емес, жаңағыдай сол онлайн есептеу, былай камераға есептеу ма, басқаша форматын ұсынуымыз керек. Яғни біз бір жүйелі кіріктіруіміз керек та біздің процеске, оқу процесіне. Калькулятор сияқты бір тиімді құрал. Бұл калькулятордан миллион есе пайдасы көп қой жүйедің. Сондықтан мен жүйеді барынша қолдану керек, бірақ жаңағы адамның интеллектуалдық, эмоционалдық, эмпатиялық қабілеттерін дамыта отырып қолдану керек деп ойлаймын. Айсұлу ханым, сізбен келіспеймін. Өйткені калькулятор ол мүлдем басқа, жасанды интеллект ол мүлдем адам санасын, сыни ойлау қабілетін төмендететін бір құрал деп ойлаймын. Мысалы, қазір білім және ғылым министрлігі жасанды интеллектті қолданыңыз деп әрбір мектеп мұғаліміне сондай тапсырма береді және талап етеді. Алайда оларды ол құралдарды қалай үйрету керектігін ауылдарда үйретеді дегенге мен күмәнмен қараймын. Және олар әйтеуір бар білгенін ChatGPT-ден сол көшіріп алғанмен сол оқушыларды үйретеді. Ол менің ойымша ол дұрыс емес. Өйткені дамыған елдерде оны қалай жаңағы сіз айтқандай пайдалану тетіктерін үйретсе ғана ол жақсы құрал бола алады. Ал бізде Қазақстан мектептері оған дайын емес деп айта аламын мен. Университеттер орталықтандырылған оқу дизайнын жасау керек шығар. Оқу дизайнын трансформациялап, силабустарды қарап жатыр. Сол сияқты дәл мектепте де оқу дизайнын форматын орталық жүйеден ауыстырып, оны семинарлармен таратуға болады. Ауыл мұғалімдері қаншалықты дайын деген сұрақ туындайды бұл жерде. Оқу дизайны деген мәселеден шығатын тағы да бір мәселе бар бұл жерде. Мына қазіргі таңда бізде инклюзивті білім беру мәселесі бар. Шетелдік практика көрсеткендей, мысалы Мэриленд университетінде, Небраска университеттерінде қазіргі таңда жасанды интеллекті дәл осы инклюзивті оқыту бағдарламасының мәселелерін шешуде өте тиімді қолданып жатыр. Әсіресе мысалы мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берген кезде траекторияны өзгертіп, оларға ықшамдап бейімдеп, түсінікті тілмен жеткізетіндей осының барлығы қазіргі таңда мына мұғалімнің фасилитаторлық қызметін одан сәрі арттырып, кәдімгідей бір жақсы нәтижелерге жететіндей сондай AI қолдау шараларын жасап жатыр. Біздің Қазақстанда одан қазіргі таңда қалыс қалып отырған жоқ. Мысалы үшін қазіргі таңда осы Еуразия ұлттық университеті үлкен мына Лондонда өткен техникалық арнайы көрмеге қатысып қайтты. Ол жерде мүмкін жаңалықтардан да естіген боларсыздар. Мына министрлік тарапынан қолдау тапты. Яғни біздің ғалымдар қазіргі таңда сурдо аудармамен сабақ оқытатын, я болмаса мына біз язык жестов деп айтамыз ғой. Яғни осы ымдап түсіндіру тілін қайтадан тілге аударып беретіндей AI ассистенттерді жасап шықты. Яғни бұл қазіргі таңда жалпы әлемде осы жасанды интеллекті осындай теңсіздік мәселесін шешуде өте тиімді қолданып жатқандығын көрсетіп отыр деп ойлаймын. Екінші жағынан
цифрлық теңсіздік деген бізде жаңа ұғым пайда болды да. Әсіресе біздің Қазақстанның аймағындағы ауылдағы балалар ғаламторға қол жетімсіз, планшеттері жоқ, компьютері жоқ отбасылар, аймақтағы балалардың дамуы мына қаладағы балалармен тежеледі. Бұл цифрлық теңсіздік түбінде таптық теңсіздікке алып келуі мүмкін. Мен Ол да сізбен бар. келісемін бұл пікірде. Өйткені мына жалпы жасанды интеллектті дамытуда да ол бір сол қауіптердің бірі болып есептеледі. Яғни сол тәуекелде біздің алдымызда тұр. Технологиясы жақсы дамыған аймақтар жасанды интеллектті өте жоғары қарқынмен игеріп алып кете алады да, ал ауылдық аймақтар қалыс қалып қою мүмкін. Енді менің пікірімше сіздердің ойларыңыз жасанды интеллектіге қатысты тым оптимистік сияқты. Өйткені Европада жүргізілген жаңағыдай университетті бітіргеннен кейінгі адамдардың жағдайын зерттеген кезде олардың орташа GPA өскен, тамаша өскен, бірақ десе де олардың университет бітіргеннен кейінгі жаңағы сынақ мерзімі дейді ғой, жұмыс орнында 3 ай, жарты жыл берілетін, соларда сол кезде сынақ мерзімін өту қабілеттері төмендеп өте қатты түскен. Осы мәселе бар. Соған қатысты біздер мысалы үшін студенттердің қабілеті түсіп кетпесін деп, менің мысалы үшін жеке тәжірибемде жаңағыдай басында айтып кеткенде мен бөлемін білім беру барысында. Мысалы үшін енді менің пәндерім әдетте жаңа дағды қалыптастыру пәндері ғой, бағдарламалап үйрету деген сияқты, бірге бірді қосып үйрету деген сияқты мәселеде. Сонда мен мысалы үшін алғашқы 3 аптада, болмаса алғашқы 5 аптада мүлдем тыйым салам. Мен қолдарымен жазатындай. Енді сіздердің салаларыңыз гуманитарный болғандықтан сіздерде басқаша болуы мүмкін да. Менің саламда, мен мысалы үшін міндетті түрде алғашқы 5 аптада олар өз қолдарымен код жазып білу керек, оларда дағды қалыптасу керек. Одан кейін келесі апталарда мен бір бөлігін ғана қолданам да, соңғы апталарда толық пайдалануға болады. Өйткені мен бұл шешімге кездейсоқ келген жоқпын, менің тәжірибем болды. Менің студентім болды. Біз жаңа бағдарлама тілін өттік, 2 апта өткеннен кейін ол бала маған келіп нетті жаңағыдай. Мәселесін айтты, мен үйрене алмай жатырмын деді. Сосын мен айттым, көрейікші сіз кодты қайда жазып жүрсіз деп едім. Оныкі жаңағы ақылды редактор екен да, кодты бір-екі әрпін теріп бастаса, өзі ары қарай жазып бере салады екен. Сосын мен айттым, өшіріңіз дедім да, жаңағыны өшірді. 2 аптадан кейін жағдайын сұраған кезде ол бала емін-еркін жазып жүрді. Ал біздің жағдайда мен өзімнің әлеуметтік экономикалық салада мен сабақты келгенде чат GPT-ді ашыңдар деп бастаймын. Себебі мысалы мейлі ол теориялық лекция оқиын деп жатсам да айтам, чат GPT-ді ашыңдар. Енді біздің бүгінгі сабақ мынандай, мысалы экономикалық мінез-құлық теориялары, экономикалық мінез-құлық теориялары бойынша чат GPT қандай теориялар береді, консенсус қандай теориялар береді, элисит қандай теория береді, және сайенс дайрект қандай теория береді, бәрін қарап шығыңыздар деймін. Қарап шығыңыз деймін. Олар жамырап айтады, мынандай теория бар екен, апай, рационалды мінез-құлық әртүрлі айтады. Мен айтам, енді соның ішінен бір теория таңдап алыңдар да, ұнаған бір мақаланы не бір кітапты ашып, тез осыған маған түсініктеме ой айтыңыздар деймін. Үйге бергенде де соны чат GPT-ді қолданып, одан ары жұмысты жасауға тапсырма беремін. Бұл енді сіздің методикаңыз, алайда оның кері әсері барын ұмытпауыңыз керек. Мысалы, студенттердің көбісі, жастардың барлығы қазір кітап оқымайды. Келісесіздер ме? Мүлдем силабусқа дайындап берген мысалы кітаптардың тізімі бар. Олардың бетін ашпайды. Мүлдем ол ма? Қырғызстанның президенті кім қазір десе, халықаралық қатынастар факультетінде оқитын студенттер айта алмайды. Түркменстанның астанасы десе, маған Баку дейді. Соны дұрыс емес десем, чат GPT-ді ашып содан қарап отыр. Бұл не масқара? Сонда чат GPT жоқ болса, олардың күні қараң деген сөз ғой. Не болады олардың ертеңгі күні? Мысалы, қаңтар оқиғасы кезінде, білесіз, интернет өшіп қалған кезде жастар, студенттер эссе де жаза алмай қалды ғой, интернетке тәуелділігі өз алдына. Ал қазір одан ары интернеттен асып, чат GPT-ге тәуелді болып, олардың мүлдем когнитивті, сыни ойлау деген қабілеттері мүлдем дамымай қалған. Менің мысалы өмірлік принципім және қағидам, мен студенттердің ең бірінші кезекте сыни ойлауын және сол қабілетін дамытуға тырысамын. Оны жүйемен қатар оқытамайсыз ба? Жүйемен қатар оқытуға, дамытуға болады ғой. Мен оған тыйым салам, өйткені менің практикалық тапсырмам, мысалы 200 сөз жазыңдар деген тапсырма, мысалы, зерттеу әдістері, зерттеу дизайны пәнінен сол 200 сөз
50 минутта мысалы жазу қиын емес қой, мысалы материалдарын мен өзім берсем, ал олар оның орнына жаңағы бәрін 4-5 секундта жасанды интеллектпен көшіріп соны былай өткізбекші. Оны әрине жаңағы жасанды интеллектті плагиатқа тексеру бар, басқа бар, ол енді басқа мәселе, бірақ менің айтпағым бұл адамдардың дайын алу, жауапты алу және соған үйреніп алғандығы соншалық өз бетімен іздену, кітап оқу, сондай нәрсеге олар шыдай алмайды. Өйткені анау білезде 1 секундта, 2 секундта дайын жауап, дайын мысалы теорияларды шығарып бергеннен ол кітапханаға барудың қажетіне, диссертацияны жазудың қажетіне, жалпы университетте оқудың қажетіне олай болатын болса, онда бәріміз үйде бір чат GPT ұстап отыра бермейміз бе деген сұрақ туындайды. Университеттің мектебі қайда қалды? Онда біздің ғалымдардың. GPT-ден теорияны тауып, кітапты тауып, сол кітаптан көзіңше эссе жазып берсе болады ғой мысалы. Ол студенттер чат GPT-ді ғана пайдалануға көшіп кеткен. Соған да жаман, және мен сонымен күресемін олармен. Үйде пайдалансын, бірақ мен сабағымда тыйым саламын. Енді қараңыз, мысалы үшін біз білеміз, қазіргі таңда жалпы жасанды интеллект, бағаналы Айсұлу ханым айтып отырғандай, елімізде тіпті жасанды интеллектіні оқу үрдісіне пайдалану елімізде тіпті жаңағы мемлекеттік деңгейде қолдану тауып, мысалы үшін Open AI for Education деген өнімді, мысалы үшін биылдан бастап еліміздің университеттері қолданысқа енгізгелі жатыр да. Болмаса Айсұлу ханым айтқандай, біздер де ол жасанды интеллектіден сұра, болмаса білмей жатқан жеріңді анықтап көрші деген сияқты негізі сұрақтарды арасында беріп тұрамыз. Мысалы үшін менің өзім жасанды интеллектіні қолдануды бұрынғы сол калькулятордың принципімен пайдаландырамын, бөліп мына этапта бұндай, мына сатыда дозамен, иә. Ал сіздер өз тәжірибелеріңізде жасанды интеллектіні қалай пайдаланасыздар? Мен яғни өзім пайдаланбаймын деп айтпаймын. Мен пайдаланам. Қай кезде мен хат жазу кезінде пайдаланам. Ағылшын тілі енді біздің үшінші тіл болғаннан кейін қандай да бір қателерін тексеріп берші деп сұраймын. Аударма кезінде, мысалы Google Translate-ке салған кезде соған қарағанда ChatGPT жақсырақ аударады, бірақ оны да қарау керек, өйткені ол жергілікті контекстті ескермейді. Және жекелеген бір сұрақтар болады ғой, тезірек маған жауап керек. Сондай кезде мен сұраймын, күнделікті өмірдегі пайдалануым осымен шектеледі. Білім беру үрдісінде? Білім беру үрдісінде сіз мына әдебиетке шолу жазуда, ғылыми мақаланы жазуда, жалпы студенттерге білім беру барысында қалай пайдаланасыз? Пайдаланбаймын мен. Айнұр ханым? Онда студенттеріңізге обал екен. Жоқ, менің ойымша мен олардың сыни қабілетін пайдаланам. Ол жасанды интеллекті өзімен өзі ақы үйреніп те жүр, ол менен артық та біледі. Ал мен олардың дамымай жатқан қабілеттерін мен дамытпасам, оны кім дамытады? Ойлаңыздаршы. Енді мен жалпы өз басым жасанды интеллектті жан-жақты қолданамын деп айта алмаймын қазіргі таңда. Себебі мына кейбір біліктіліктерді қалай болғанда да жасанды интеллект сондай бір 100% дәлдікпен сізге көрсетіп бере алмайды. Қалай болғанда да сіз ақпаратты тексересіз. Мысалы, белгілі бір модельді де тест жасап, сіз оған енгізгенде де ол қайтадан мысалы оны бір тексеріп шығуды қажет етеді. Өйткені бір шалыс басатын қадамдары болады оның. Және міндетті түрде сіз өзіңіздің запросыңызды үнемі жаңартып отырмасаңыз, ол тағы да шатасады. Сол жағынан алғанда, мысалы, біз нақты деректермен жұмыс жасайтындықтан, мен көбіне өзім ондай тәуекелге бара бермеймін. Бірақ, мысалы, жалпы сабақ беру барысында мен ұсынатын белгілі бір тапсырмаларым болады. Яғни дейтасеттарды жасау, соның ішіндегі негізгі бір қажетті анализдің түрлерін көрсетіп бер деген секілді, мен тек қана тапсырманы құрастыру барысында ғана қолданады екенмін да, және оны қалай болғанда да бір тексеріп өтетін сондай әдетім бар. Жалпы толық 100% мен жасанды интеллектке сенемін деп айта алмаймын. Ал оқу процесінде мен өзім оны студенттермен бірлесіп қолданбайды екенмін. Жасанды интеллектке, мысалы, ChatGPT, Perplexity мен подпискамен алам. Себебі ол кеңірек мүмкіндік береді. Себебі неге? Мысалы, мен көп талдау дерекпен жұмыс жасаймын да, сол талдауды, мысалы, база даннықты бұрын біз көп уақыт кететін тазалауға, тексеруге, қазір ChatGPT оны, мысалы, или Perplexity секундтарда жасайды. Perplexity'да, мысалы, базаны тазалау, немесе маркет нарық талдауын жасау, ондайды ол секундта жасайды. Отзывтарды жинау, мысалы. Барынша мүмкіндігін мен жұмысында максимум
қолданам. Бірақ жаңағы студенттермен де өзім де жасағанда бұл жерде екі мәселе. Бірінші академиялық адалдық, екінші факт-чекинг мәселесі. Бұдан ары қарайғы оны интерпретациялау, оны қорытып жазу, оны ары қарай сізге түсіндіру, вот сол қабілеттері даму керек. Өйткені менің ойымда OECD, яғни экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметтері растайды. 23-24 жылдары олардың жүргізген зерттеуі бойынша жасанды интеллектті қолдану студенттердің терең тақырыпты меңгеру деңгейін төмендетеді, сыни ойлауын тежейді және аналитикалық ойлау қабілетін әлсіретеді. Бұл зерттелген кәдімгі қайнар көзі бар факт. Енді Әсел ханым, бұл жерде не десек те жалпы жасанды интеллектінің қолданысынан біз қашып құтыла алмаймыз. Ол енді белгілі нәрсе. Times Higher Education жасаған зерттеулерде, мысалы үшін 10 мың студентке сұрау жүргізген кезде 2024 жылы ол студенттердің 64% ғана қолданса, 2025 жылы жасанды интеллектіні қолдану үрдісі 92%-ға жеткен. Яғни толық. Толық деуге болады. Онымен қоса ол мәселенің бір ұшы ғана. Өйткені жалпы қазір жасанды интеллект білім алу үрдісінен қойып, ғылыми зерттеулер жұмыстарында да жалпы ғалымдар өздерінің жұмыстарын жазатын кезде жасанды интеллектінің көмегіне жүгінетіндігі туралы фактілер көптеп кездесіп жатыр. Ол жаңағы Айсұлу ханым айтқандай факт-чеккинге, болмаса анализдерге ғана қолданылып жатқан жоқ. Мысалы үшін мақаланың мәтінін генерация жасауға да қолданылады. Идея генерациясына, құрылымдауға дайын имратпен сұлбасын жасауға көмектеседі. Олай болса да ештеңе емес қой. Тағы одан бөлек ақш-та 1078 мынау R&D дейді ғой, Research and Development бөлімінде жұмыс жасайтын ғалымдарды зерттеген. Сонда осы жасанды интеллектті қаншалықты қолданасыз деп, соны көбірек қолданған ғалымдар көбірек патент алған ғой. Көбірек ғылыми жаңалық ашқан. Сонда мына инновациялық өнімді, инновациялық процестерді мынау AI құралдары 4-5 этапты жойып жібереді, жеделдетеді, катализатор. Сонда жаңа басында промпты бар адамға, мына методологияны, мына ғылымның структурасын, жаңалық ашу жолын түсінетін адамға бұл жасанды интеллект, бұл таптырмас құрал дер едім. Сонда бізде ақш-та сондай өндірістің қасындағы жаңағы дизайнерлер, ұйымдар қатты қолданады. Мысалы, ол кез келген Тесланаңыз, кез келген машина дизайн, жобалау, жасау, барлығы жасанды интеллектіні профессионал түрде жоғары қолданады. Содан олар еселеп өзінің халықаралық патент алу несін жоғарылатып жатыр, еселеп. Енді Айсұлу ханым, қараңыз, бұл жерде ол мәселе дұрыс, жалпы есептеу барысында, заңдылықтар табу барысында қолданған дұрыс та. Бірақ мына жерде мынандай мәселе туындайды. Зерттеулердің барлығы жасанды интеллектке тәуелді болып қалады деген мәселе бар. Ол жерде біз ғылымда білеміз, explainable деген нәрсе бар. Зерттеу үрдісіндегі алынған нәтижелердің барлығы түсіндірілетіндей болу керек. Ол бір мәселе бар да. Одан бөлек тағы бір туындайтын мәселе академиялық адалдық. Мысалы үшін сіз өзіңіздің мақалаңызды журналға берген кезде, ол сіздің менің таза еңбегім деп бересіз өз атыңыздан да. Енді қараңыз, мына жердегі парадокс мынандай. 2027 жылы Neural Peers деген конференцияда, жалпы осы конференцияда 2017 жылы жалпы осы жасанды интеллектінің әлеміндегі революцияға алып келген Attention is all you need дейтін зейін механизмі туралы баяндама жасалған болатын да. Енді қараңыз, осы конференцияның өзінде 30-дан астам мақалада жасанды интеллектімен жоқ әдебиеттерге жасалған сілтемелер анықталған. Ол мұндай жағдай көп қой. Бүкіл мақалалар солай жазылған мақалалар бүкіл журналдарда өріп жүр. Тек ойдан құрастырылған, зерттеулермен жасалынған мақалалар. Жергілікті ККСОН дейміз ғой, соның базасына енетін журналдарда тіпті жаңағы ChatGPT-дің промпттарының үзінділерімен бірге жарияланып жүр ғой. Мынау график кескіндерінің барлығы ChatGPT-ден копи-паст. Сонда редакторлар қайда қарап жүр? Егер ол ChatGPT-дің үзінділері біздің сонша бой түзеп жүрген ғылыми журналдардың мақалаларына еніп кетсе, сонда біздің ғылымымыз сондай дәрежеге түскені ме? Мен өзім жалпы рецензент ретінде бірнеше журналдарда қызмет етемін. Қазақстанда да және шетелдік журналдармен де жұмыс істеген тәжірибем бар. Қазіргі таңда Қазақстанда ондай мақалаларды өткізбейді. Себебі жаңағы Turnitin AI Identification кәдімгідей технологиясы бар. Ол шетелдік ғылыми журналдарда да, яғни сапалы басылымдар
журналдарға кіретін жарияланымдарға да ол қатысты. Екеуі де сол технологияны қолданады, яғни біздің қазақстандық журналдарда, шетелдік журналдарда. Сол үшін мен өз басым сондай бір фактқа куә болғанмын. Жаңағы AI анықталған кезде, яғни авторлық бір сіздің мақалаңызда бір сондай процент шықты деп нәтижесі келген кезде ол мақала қайтарылды. Ол Қазақстанда болған. Мен енді журналды сіздерге нақты айта алмаймын, бірақ осындай негізгі факттар бар. Ал енді шетелдік ғылыми журналдарға келетін болсақ, олардың мына COPE деп аталатын арнайы саясаты бар. Committee of Publication Ethics деген. Яғни сол этикалық талаптарға сәйкес, сол саясатқа сәйкес, егер де сіз белгілі бір деңгейде жасанды интеллект құралдарын өзіңіздің зерттеуіңізде қолданған болсаңыз, онда submission процесі кезінде сіз міндетті түрде оны көрсетесіз. Және ол өздігімен де анықталады. Сапалы ғылыми журналдар тіпті сіздің, мысалы, similarity-ға да бір тексеріп алады, яғни жалпы осыған ұқсас зерттеу болды ма жоқ па, одан кейін плагиатқа бір тексеріп алады. Және қазіргі таңда нақты детект жасайтындай, жасанды интеллектті нақты анықтап беретіндей олардың құралдары бар. Ондай мақалалар бірден рejectionға кетеді. Студенттердің жұмыстарын да солай тексереміз. Айнұр ханым, енді осы жерде сөзіңізге келіспейтін жерім бар. Өйткені мынандай сөз бар да, қазақта сақал бояушы дегенге сақалын бояпты деген бар да. Қазір AI детекторларды барлық жерге енгізіп жатыр, ол дұрыс негізінде да, бірақ қазір мынандай біз білеміз ғой, жалпы мына жасанды интеллект, ол мына әлем бойынша жаңа интернет кеңістігіне жиналған ақпараттармен оқытылады. Иә, адамдардың айтатын фразаларын, адамдардың ой түйіндерін есіне сақтап қалады да. Әрине біз ғылымда мысалы үшін тұрақты тіркестер болады. Болмаса тұрақты ой түйіндер болады да. Сол кезде авторлардың кәдімгі шын адал еңбегімен жазып жіберген мақалаларын бірде-бір әрпін жаңағыдай өзі жазған, мысалы үшін AI мен тексеріп, сізде мысалы үшін 30% AI деп қайтарылатын жағдайлар да болып жатады да. Тым жақсы мақалалар. Тым жақсы мақалаларды қайтарып жіберіп жатады да. Үлкен мәселе бұл болып негізінде жатыр. үлкен мәселе, мысалы үшін алдында да бізде не болды? Кеңес семинар болды да. Сол кезде де ғалымдардың көбісі осы мәселені айтып жатты. Енді адалдығымен, бірақ ол жерде алтын ортасын қарастыру керек сияқты. Жасанды интеллекттің жалпы пайда болуы оны қолдану стандарттарының шығуын талап етеді. Сол үшін де мына жергілікті университеттердің өзінде де қазір нақты мысалы стандарттар бар. Яғни қанша пайыз белгілі бір университетте осындай жасанды интеллект құралдарын қолдана аласыз және қандай формада қолдана аласыз. Ал мысалы ғылыми журналдарды алатын болсақ, оларда әуел бастан ол жазылған, нақты бекітілген визуализацияға, аудармаға, я болмаса жалпы идеяның генерациясына қолдана деп олар нақты оны көрсеткен және оның пайызын да анықтап беріп отыр. Сол үшін де мысалы ол менің ойымша жаңағындай стандарттар мәселесі сияқты, яғни сол саясатқа сәйкес менің ойымша жалпы әлемде қазір сол бірізділікке түсіп нақты бір ортақ стандартқа тоқтайтын шығар. Менің осы тұста кеңесім жасанды интеллектпен әдеби шолу жазбаңыз. Бірінші Web of Science Scopus базасын ашып, түйін сөзіңіз мақалаңыз бойынша топ 10 ғалымды алып, сол 10 ғалым сіздің классик аталарыңыз болып табылады. Екіншіден, сол базалардан 20 немесе 50 хиршасы жоғары цитируемый мақалаларды алыңыз. Сонда сол мақалалар сіздің классикалық оқитын настольный книгаларыңыз, кітаптарыңыз болады. Солардан алып, солардың артындағы референсті алып, сол мақалаларды қарап, содан өзіңізге түйін жасайсыз да. Ал консенсус, басқа қосымша беретін AI платформалар, олар жай ғана бір, начинка, бетінде торттың тұратын жай қосымшасы, оған кейін жүгінесіз. Сосын PDF-термен жұмыс жасағанда да, мысалы ChatGPT-де Ask PDF деген бар. Соған біртіндеп жүктеп, сұрағыңызды қойып, нақты жауап алып, сонымен де жұмыс істеуге болады. Әдебиетке шолу кезінде жасанды интеллектті пайдалану бойынша бір мәселені айтып кететін болсам, мен ақш-та оқитын шәкіртім бар магистратура бағдарламасы бойынша, және осы жасанды интеллектпен қандай мәселе туындауы мүмкін деп сұрағанымда, ол былай деп айтты. Мысалы, біз авторларды іздегенде жасанды интеллект LLM промпты арқылы бізге белгілі бір авторларды және олардың мақалаларын шығарып береді. Ол
қандай критерийдің негізінде шығарып береді деген ол үлкен сұрақ, иә. Ол тек open Қандай access-ті береді ғой. Вот open access, Ол open консенсус. access-те емес, қаншама құнды дүние бар, олар бұл сұрыптаудан електен өтпей қалып жатады. Сол үшін Және қараңыз, Web of Science Scopus ашу керек та, бірінші. санаулы ғана авторларды бүйтіп шығарып беріп, ол ішінде жаңағы жыртқыш деп айтамыз ғой, сонда журналдардағы мақалалар бар, және соның негізінде әдебиетке шолуын және бүкіл диссертациясын жазған ғалымдардың еңбектері халтура болып қалады ғой. Және халтурадан дүниелер електен жаңағы өтпей жарыққа шығып кетсе, шынайы нағыз зерттеулер тасада көлеңкеде қалып кетпей ме деген үлкен мәселе. Сол үшін бірінші источникті ашу керек қой. Бұл жерде мен ойлаймын да, ондай қатты үлкен скептик болуға да болмайды негізінде. Өйткені мысалы үшін докторантураға енді түскен, зерттеу әдістерімен таныс емес адамдар, мысалы үшін Web of Science Scopus десеңіз, ол мүлдем бетін ашпай қою мүмкін да. Жоқ, қараңыздар, біздің кейбір әріптестеріміз, мысалы үшін, мен қазір сіздерге бір кейстерді айтайын, иә. Біздің кейбір әріптестеріміз өзінің зерттеулеріне, мысалы үшін, Notebook LM да, болмаса, LSE дейтін контекстпен іздейтін құралдар бар ғой. Бірақ олар бәрі тек open access-ті алады ғой, конференс-пейпер алады, мысалы. Ол бетін алады да, бетін алғанмен жаңағы адам тақырыпқа кіріп түсініп бастайды ғой, одан ары қарай ары іздеу кетеді. Негізінде мен ойлаймын өйтіп, әрқашан осыны айтамын да, ғылымды қиындата бермейікші, өтініш. Өйткені біз аспандағы айғылып көрсетеді, оған адамдар кіре алмай жүретін есер. Оны қарапайым әдістермен басынан бастап кіру жолын жеңілдету керек те, одан кейін ал енді мынау қалай, ал енді анау қалай деп ұсынып. Бірақ одан сол жасанды интеллект сайттарынан, платформасынан аса алмай қалып жатқандар көп та, өкінішке орай. Енді олар да бар. Web of Science-ті білмей кететін адамдар бар. Критерий open access мәселесінен ғана іздей ма деген тұрғыда мен ой қоссам деп едім. Жақында бір вебинарға қатыстым. Яғни мына өзімізде қазақстандық ғалымдар дүниеге алып келген платформа, research Method Mate деп аталатын платформа бар. Яғни имрат технологиясымен арнайы промпттар дайындап береді. Яғни бұл жерде сізде мақаланы қайдан алады, қандай критериймен іріктейді, ол Scopus па, басқа ма, әлде айдалада жатқан бір open access сапасыз мақалалар ма деп ойланбайсыз. Ол жерде Google Scholar, яғни барлығына қолжетімді. Сонымен қатар қазіргі таңда университеттердің баршасы дерлік мына доступтары бар, Scopus базасымен жұмыс жасайды. Яғни сол Scopus базасының ішінде електен өткізіп береді сізге. Яғни ол жердегі промпттардың өзі сондай дайын күйде. Яғни тек open access емес. Тек қана open access емес, Scopus'та қандай бар. Яғни сол арқылы мысалы сіз ревью, мақала немесе literature review жазып жатқан болсаңыз қазіргі таңда, ол сізге мысалы үшін жалпы сіздің тақырыбыңызға тікелей қатысы бар, айталық 270 мақаланы шығарып берді дейік. Енді сіз оны іріктеуге мысалы 3 ай жұмсайсыз өзіңіз. Ал ол сізге бір аптаның ішінде соны 60-қа дейін мысалы іріктеп, сүзбеден өткізіп, сізге нақты қажеттерін сіздің критерийіңіз бойынша тауып береді. Яғни ол промпттар бар. Қазіргі таңда ол промпттарды, яғни сапалы сенімді промпт ретінде қарастыруға болады. Сол арқылы жасанды интеллектпен егер сіз тілдесетін болсаңыз, яғни промпт инжинирингтан шыққан нәрсе ғой ол. Соның туындысы десе де болады. Сол арқылы сіз жасанды интеллекттен сапалы ақпарат ала аласыз. Сіздерді білмеймін, мен бірақ сол жаңағы 200-ден астам мақала бар ғой, соның бәрін негізгісін оқып шықпай, мен түнде тыныш ұйықтай алмаймын. 200-ден шыққан 60-ты адам өзі толық оқу керек бәрібір. Ол ойламау керек, промптпен мақала жазам деп ары қарай. Бәрібір сол 60 мақаланы ары қарай шығарып алып оқу керек. Бәріне соны ұсынамын. Жасанды интеллект, яғни іріктеген нәрсе, ол бізге бір жаңағы үлгі алатын дүние емес, ол біздің шыңымыз емес, жасанды интеллектін шығарып берген дүние. Біз ол мына бетіндегі бір бөлшегі ғана, ары қарай біз оны тереңіне жүзетін. Бір мәселе айтып өтейінші. Студенттер негізі мынаны бір жақсылап түсініп алу керек та, жалпы қоғамда. Жасанды интеллект ол тек қана бір қосымша жұмысты жеңілдететін құрал. Онымен сіз тек қана бір драфт ретінде, негізгі ақпараттарыңызды ала аласыз. Білмеген жеріңізді сұрап дегенде. Яғни оның барлығы сізге бір мына рутиналық процестерді әлде қайда жеңілдетуге көмектеседі. Ал жаңағыдай оны идеяға айналдыру, одан инсайттар шығару, сіздің жеке мысалы
оригиналды бір идеяларыңызды қосу, оны түрлендіру, әрине ол сіздің еншіңізде. Яғни өзіңіздің жеке контрибьюшныңыз, қосатын үлесіңіз, ол қалайда көрініп тұру керек автор ретінде. Мынау жастар арасында ғылыми әдебиетке шолуда, осы жазуда, жалпы қолдануда бір үлкен қателік кетіп жатыр да, отандық ғылыми мектеп өкілдерінің еңбегі қолданылмай келеді. Мынау ғылыми мақалаларда оқысақ, олар ертең мынау неге барғанда, европалық басқа америкалық мақала барғанда олар rejection алады. Неге? Себебі қайда дейді сенің отандық осы мәселені зерттеген отандық ғалымдардың еңбегі қайда дейді. Ол ұлттық библиотекаға бару керек, ол үшін отандық диссертациялар, басқа монографияларды қарау керек. Сондықтан осы біз негізі ғалымдар, біз жаңадан шыққан велосипед ойлаушы емеспіз. Біз өзіміздің отандық ғалымдардың шекпенін киіп ары қарай жалғаушымыз. Біз отандық ғылыми мектептердің жалғаушысы екенімізді ұмытпауымыз керек. Сол үшін біз AI-да жоқ, Scopus Web of Science-да жоқ, или промпттарда жоқ мақалаларды өзіміз барып қолмен ұстап іздеп тауып қосуымыз керек. Үстіртін қарамау керек бұл ғылым үшін, бұл қазақ ғылымы үшін өте маңызды нәрсе. Мысалы, біздің алдымыздағы профессорлардың жұмысы тек қазақ тілінде жазылуы, немесе үлкен монографиялардың кітапханаларда шаң басып архивте жатуы бізге сын. Әрине оны цифровизациялау керек, бірақ бізде барып қарап, оны біз цитировать етіп қолдануымыз керек деп ойлаймын. Енді бұл жерде жасанды интеллекттің енді қанша адамдарды одан сақтандырып жатсақ та, өмірімізге етен еніп кеткені рас та. Мысалы үшін расында да, егер отандық ғалымдардың еңбектері сізге керек болса, жасанды интеллект құралдарына егер сұрауды қазақша жазсаңыз, ол сізге тауып бере алады, бірақ жаңағыдай онлайн цифрландырған түрін ғана да. Сосын келесі мәселе бар. Сосын келесі нәрсе біз білеміз, бұрын сапалық зерттеулер күрделі болатын. Қазір жасанды интеллект сол сапалық зерттеулерді автоматтандыруға алып келді. Үлкен тілдік модельдердің көмегімен жалпы сапалық зерттеулерді жүргізуге болады. Бірақ бұл жерде де бір нәрсе бар. Біз білеміз ғой, жалпы әлем бойынша жасанды интеллекттің негізгі ядросы, үлкен интеллекттің ядросы ағылшын тілінде жасалынған. Ол жерде мысалы үшін қай тілде оқытылса, сол модельде сол тілдің мінезі болады. Егер біз сапалық зерттеулер жүргізген кезде көп тілді модельдерде қазақ тіліндегі ақпаратқа жаңағыдай баға бер дейтін болсақ, ол европалық көзқараспен, батыстық көзқараспен баға береді. Осы мәселе сіздер өздеріңіздің зерттеулеріңізде, болмаса жұмыстарыңызда кездестіріп көрдіңіздер ме? Мысалы, сапалық зерттеуде мынау сұхбаттың текстін кодтауда ол мүлдем жобасын береді, бірақ мынау ұлттық контекстті, мәдениетті, сол кездегі адамның айтқандағы ойын, сол нені мүлдем ескермейді. Сол үшін мысалы Atlas TI барлық, немесе ChatGPT-дің өзінде Gemini-да кодтауға мүмкіндігінше қолдануға болады әртүрлі, дегенмен де оны үстінен бір қарап шықпасаңыз, сізден бір жанды кодтар шықпайды да. Жанды код шықпағаннан кейін зерттеу сұрағыңызда, нәтижеңізді ертең бір құрғақ болып қалады. Бұл жер бір мәселе. Ол бір жағы мына тілдік контекст, ол үшін мына қазақ ғалымдарын енді өзім де осыған баса көңіл аударып жүрмін. Қазақ тілінде көбірек ғылыми мақалалар жазуға. Әрине біздің KPI-да ағылшынша жазсаң, ол саған көп ақша келеді, орысша жазсаң, ол көпке түсінікті дегендей стереотип бар. Дегенмен де біз қазақша ғылымды дамыту үшін, қазақша AI-ды дамыту үшін қазақ тілінде мақалаларымызды, сапалы мақалаларымызды, монографияларымызды, кітаптарымызды жазуды мемлекеттік жоба ретінде қолға алуға шақыратын едім. Осы пікірді қолдау ретінде 2023 жылы зерттеулер жүргізілген, әліге шейін жүргізіп келеді. Сол жерде мынандай пікір расталған, жаңағы эксперименттер жасалынған, олар тексерілген. Жалпы жасанды интеллект генерация жасап берген мәтіндер орташа қоғамның пікірін білдіре алады. Бірақ ол орташа қоғамның пікірін bias дейді ғой. Қисық түрінде, шектеулі түрде білдіре алады да. Неге? Өйткені, мысалы үшін, бірнеше адамдардың топтарын қарасақ, выборкалар дейді ғой. Іріктеулерде, сол жерде, мысалы үшін, қай топтың өкілдері көбірек болса, қай топтың өкілдері туралы ақпарат көбірек болса, ол мысалы үшін сол бағытта ақпаратты көбірек береді, сол бағытқа қарай ақшамдап береді. Сондықтан жаңағы Айсұлу ханым айтқандай, біздер негізінде
жалпы осы өзіміздің тілімізде ақпараттың көбеюіне, мақаланың көбеюіне, сосын мысалы үшін ұлттық болмысты біз білеміз. Жалпы жасанды интеллект ол деген жаңа ықтималдылықтардың жиындары ғой. Иә, ықтималдылықтың жиындары әртүрлі түйіндерге жиналған. Соларды дамыту барысында біз негізі осыны жасанды интеллектіні өзіміздің еліміз үшін, өзіміздің тіліміз үшін дамытуда тоқтамауымыз керек. Онымен айналысып жатқан ғалымдар да бар. Оларға да қолдау көрсетіп, шама келгенше, жобаларына демеу көрсетіп отырған өте маңызды. Қосып кетсем бола ма екен? Мен қосылатын нәрсем, жасанды интеллект бұл әрқашанда мәдени контексті және онымен қоса сарказмды да ескермейді. Сапалық деректерді өңдеген кезде бізде ең басты нәрсе ирония айтылды ма, сарказм айтылды ма? Өйткені авторитарлы мемлекеттерде тұратын адамдар, олар сарказм арқылы ойын білдіреді, өйткені ашық білдіре алмайды. Оны жасанды интеллект бізде оқи ма? Оны оқи алмайды. Сол үшін мен студенттерге бастапқы кезеңде қолмен жаңа деректерді өңдеуге, оның ішінде интервьюді кодтауға мен кеңес берер едім. Ал одан кейін докторантура деңгейіне, одан да постдокқа түскен кезде жаңа Max QDA, NVivo деген сияқты бағдарламаларды пайдалануға кеңес беремін. Негізі жасанды интеллект оны жасай алады. Егер де бізде ақпараттарды таңбалап, сол жасанды интеллект соған үйретсек, ол оны жасай алады. Оқытып қойсаңыз. Ирония мен сарказмды жергілікті мына қазақтың қалжыңын дейміз бе, жергілікті мәдени контекст үйренеді ол. Бірақ оған енді ұзақ уақыт Ол кетеді. үшін жаңағы интервьюді оқып шығасыз да, ішіндегі сарказмдарды бөліп алып саласы алдын алады. Категорияларды бересіз. Шетелде негізі ондай зерттеулер мынандай технологиямен жасалады. Ең бірінші жаңағы сапалық деректердің барлығы, яғни эмоциялар, сезімдер дегендер, оның барлығы жинақталады да, одан кейін жаңа Ақбаян ханым айтқандай ол үйретіледі. Яғни кодировка жасау барысында, сапалық деректерді өңдеу барысында көбіне мына арнайы краудсорсинг платформалар арқылы жасалады. Яғни өзінің тапсырмасын жүктеуші тарап нақты сондай тапсырма қояды да, содан жаңағы үлкен көлемдегі әлеумет сол жерде отырған краудсорсинг платформасында отырған, олар оны ақшаға, яғни сіз оған ақы белгілейсіз. Әдетте ол көп емес, бір $5 аспайды. Содан ол сізге жаңағы өзіңіздің сол черновой жұмыстарыңыздың барлығын жасап береді. Яғни сол кезде ол жаңағы машина түсінбей тұрған негізгі эмоцияларды ол анықтап бере алады. Яғни жақсы эмоция деп сіз таңбалайсыз. Одан кейін мысалы мынау күлді, мынау ренжіді, жылады дегендей сондай кодировкадан өтеді. Содан кейін барып қана ол деректер ары қарай өңделеді негізі. Бірақ оның барлығы ағылшын тілінде ғой. Жоқ, оны әртүрлі енгізгеніңізге қарай. Яғни зерттеудің ерекшелігіне байланысты, егер сізде сондай зерттеу қолданылатын болса, сіздің жаңағы қолданатын құралыңызға да байланысты, яғни сөйтіп та өңдеп жатыр қазір. Солай шыққан мақалалар да бар. Негізінде трансформер деген архитектура ғой, мына жасанды интеллектінің негізінде жатқан жасанды интеллектінің революциясына келгенде, бұл трансформер деген модель көбінесе ақпарат неғұрлым көп болса, ол соғұрлым соны жақсы көреді, сонымен соғұрлым жақсы жұмыс жасайды да. Кейде болып жатады, мен мысалы үшін өзім бір жобада жұмыс жасадым. Сол кезде мысалы үшін қазақ тілінің синтезі дұрыс жасалынбайды деген мәселе айтылды. Сосын мен айттым, трансформерге не берсең, ол саған тура соны жасап береді. Датасетпен жаңағы синтездеуші модельді оқытқан кезде расында да жаңағы гипотеза, ол гипотеза емес қой негізінде, ол дәлелденген нәрсе, бар нәрсе, расында да жаңағы синтездеуші модель орфоэпиялық нормаларды сақтап сөйлеп бастады. Дамыту өз қолымызда. Дамыту өз қолымызда, иә. Сосын келесі бір, мен бұрыннан бері бір көтеріп жүрген мәселе болады. Мысалы үшін мен айтатынмын. Мысалы үшін қазақ тілі мынандай ең аз ресурсты тілдерге жатады. Аз ресурсты деген кезде, вот қай жағынан деген. Негізі қазақ тілі өте бай тіл ғой, бірақ жаңағы таңбаланған аудиомәтіндер қазақ тілінде өте аз. Яғни IT саласында. Мың жарым, цифрландырылған, мысалы үшін аудиофайл мен жаңағы мәтіндік файл екеуі қосарласа жүретін ақпарат өте аз да. Сондықтан мысалы үшін қазақ тілі үшін, мысалы үшін сөйлеуді танушы модельдер әліге дейін ақсап жатыр. Мен ылғи айтатынмын, өзімнің жаңа кішігірім қолында несі бар жаңағыдай ықпалы бар таныстарыма айтатын, ұлттық жоба жасайықшы.
жаңағы қазақтардың барлығын жұмылдырайық, мысалы үшін жаңағыдай біз мысалы үшін бір мәтін генерация жасайтын платформа жасап берейік, ол сол мәтінді аудио ретінде айтып, мысалы үшін сол серверге жазылып отырса, біз негізінде жалпы болашаққа үлкен үлес қосатын еді. Негізі KZLM солай дами ма? Соны айтып өтіңізші, не болды сол KZLM? KZLM Қайт дамытамыз, біз қалай үлес қосамыз? Ол жерде ақпарат неғұрлым көп болу керек. Сосын егер де қандай да бір нәрселерді таңбалау керек болған жағдайда, шама келсе көмектесу керек. Сосын келесі бір мәселе бар да, біздерде бөліспеу деген мәселе бар. Өте үлкен проблема. Мысалы үшін қандай да бір ғылыми жобаның аясында мәлімет жиналынса, соны жинаған топ ешкіммен бөліспейді. Бұл этикалық жағы, құпиялық, сақтау. Жоқ, ол құпияға да жатпайды. Ол мәселені Назарбаев университеті орнында, жаңа этикалық қағидалары. Жоқ, бұл этика туралы емес, бұл бөлісу туралы. Жалпы жасанды интеллектіні дамыту барысында біз білеміз, неғұрлым таңбаланған ақпараттың көп болу керек екенін білеміз, иә. Мысалы үшін бір топ зерттеу жұмысын жасады ғой. Енді екінші топ ары қарай сол зерттеу жұмысын жалғастырып кету керек та. Бізде қалай болып жатады әдетте, ол алдыңғы зерттеу жұмысы жалғаспайды. Ол келесі адамдар тобы, келесі ғалымдар тобы жобаны жеңіп алған кезде қайтадан басынан бастау керек болады да. Сондықтан да біз тұралап жатырмыз. Жалпы біздің тұралауымыздың проблемасы осында. Сосын бізде мынандай сияқты, жалпы қанымызға сіңген, мен білмеймін неге екенін да. Бұл кеңестік ғылыми этиканың нәтижесі деп ойлаймын. Себебі кеңестік кезеңде, мысалы, ақш білмесін деп көп нәрсе жасырын ұстады ғой. Сол шекпеннен шыққан ғалымдар әлі де болса өзінің әдісін, өзінің нәтижесін айтқысы келмейді. Айтуды ондай мәдениет жоқ. Енді ол бірақ дұрыс емес қой. Қазіргі ғылым ашықтықты талап етеді. Сіздің жүріп өткен жолыңыз айна қатесі судай көрініп тұру керек қой. Мысалы, Скопусқа шығатын мақалаға қойылатын негізі бірақ талап бар. Басынан аяғына дейінгі жасалынған дүниелер воспроизводимый болу керек. Қайта жасалу керек. Ол әдіске болсын. Сол үшін бұл жерде біз жаңағы адамдардың ғылыми зерттеудегі этика мәдениетін өзгертуіміз керек деп ойлаймын. Сосын базалардың ортақ бір база жоқ. Мысалы, жыл сайын әр институт әртүрлі дерек жинайды да, сол деректер әлі орталықтандырылмаған, бір деректер базасы жоқ. Мен сіздерге бір сұрақ қойсам бола ма осы орайда? Сонда мысалы жалпы кез келген ғылыми зерттеудің нәтижелері олар ғылыми журналдарда негізі жарияланады. Яғни не себепті бұл сондай құпия форматта қалып отыр? Сонда сол топтар, ғылым жасап жатқан топтар, олар мақалаларын өздерін жарияламай ма, жарыққа шығармайды ма? Яғни жарыққа шыққанда сіз оның деректерін, барлық нәтижелерін көре аласыз ғой. Яғни қандай әдіспен жасалды, не зерттеулер болды. Тіпті кейбір журналдар дейтасетімен қоса талап етеді. Дейтасетті қоса жариялайтын да журналдар бар. Енді ол қараңыз. Сауалнаманы да жариялайтын журналдар бар. Яғни барлығы ашық түрде да. Әлде ол тағы да мысалы сапа мәселесіне кеп тіреле ма, қалай? Мысалы, бір жобада, бір жобада бір көп жұмыс ауқымы жасалынады да, оның негізі бір 10% ма жаңа Скопусқа шығады, немесе 5% шығады. Қалған 90% жұмыс ол көбіне монография әртүрлі шығады, бірақ ғалымдардың өзі жаңағы шеринг, бөлісу мәдениетіне жоқ та, солын айтып отыр. Біздерде мысалы үшін бөлісу мәдениетінің алтын стандарты ретінде мен мысалы үшін өзім Назарбаев университетін айтар едім. Өйткені мен өзімнің ғылыми жұмысымның барысына кірісіп жатқан кезде маған көп нәрсе таныс болмады. Мен сұрастырып жүріп бір әріптесіміз туралы білдім да, сол кісіге хабарласып көмектесіңізші деп өтінген кезде маған ашық айтты: ой, сіз маған конкурент боласыз, мен сізге неге үйретемін деді. Жаңағы айтқан біздерде қанымызға сіңіп қалған. Мысалы, маған да көп әріптестерім айтады: сен неге зерттеу әдістерін, мынау құралдарды үйретесің, ертең мынау басқа конкуренттер сенен озып, саған жоба бермей қояды дейді да. Сонда не үшін сіз білімді жиясыз? Басқалармен бөлісу үшін ғой? Жоқ, бәсекелесу үшін екен де. Жоқ, біз университетте де студенттерге сондай үйретпеуіміз керек пе деген мәселе. Иә, дұрыс. Біз енді жасанды интеллектке ақпарат жинауға келіп мүлдем басқа жаққа өтіп кеткен сияқтымыз, аха. Жалпы жасанды интеллектіні қолданудың этикалық жағында айтқан болатынбыз да. Ол этикасының тағы қосымша мәселелері бар. Иә. Осы туралы айтып өтсек, жалпы
Мен бір мәселені ғана айтайын. Бізде келісім формасы, ақпараттық хатта біз сауалнама болсын, интервью алған кезде барлық дерек құпия сақталады деп алып аламыз респонденттерден, зерттеуге қатысушылардан. Енді жасанды интеллектке зерттеуші сол деректің бәрін құйып тастайды. Ол жасанды интеллект ол бәрін жаңағы қабылдап алып есінде сақтайды ғой. Оның аты жөні кім бәрін. Жоқ, сіз реидентификациялап салу керексіз ғой. Жоқ, біз оны саламыз. Мен студенттерді айтамын, дипломдық жұмысты жазып жатқандар, олар ерінеді ғой оның бәрін жасауға. Және ертең олар үлкен зерттеуге келген кезде әлі сол әдетінен мысалы ауытқымайды. Және сол мысалы бар, AI-ға құйып тастаймыз. Жасырын бағыттау бар, сауалнаманы жасаған кезде leading questions деп айтамыз ғой. Сондай сияқты дүниелерде мысалы сауалнама құрастыруда мүлдем қолданбау керек деп есептеймін мен. Жалпы осыған қатысты, сіздің пікіріңізге қатысты мен соңғы жылдарда жасалған зерттеулерді оқыған кезде, ол кезде айтылған, егер де білім алушыларға жасанды интеллектінің этикалық жағы түсіндірілсе, ақпараттың жалпыға ортақ болып, жасанды интеллекттің жаңағыдай базасына өтіп кететін түсіндірілсе делінген, білім алушылардың жасанды интеллектіні пайдалану жауапкершілігі артады. Зерттеулердің нәтижесі бойынша айтылған. Сол себепті біз жаңағы білім алушыларға, зерттеушілерге жалпы жасанды интеллекттің этикасын түсіндіргеніміз дұрыс сияқты. Жалпы оқушыларға, мектепте болсын, студенттерге, университет қабырғасында болсын, оның барлығын дұрыс түсіндіру қажет. Және көбіне жаңағындай негізгі құнды материалдарды жүктеумен көбіне сол студенттер мен оқушылар қауымы ғана айналысады. Ал мына жалпы зерттеу жасап көрген ғалымдар, олар негізінде олардың арасында қабылданған нақты сондай келісім, этикалық норма бар. Мысалы, сіз өзіңіздің жасаған моделіңізді, себебі көбіне мына коллаборация арқылы жасалады негізгі жұмыстарды. Сіз оны алдын ала бір әлеуметтік желіге, чат GPT-ге, болмаса басқа да бір платформаларға сіз оны құйып, тексеріп, немесе өңдей алмайсыз. Яғни ол белгілі бір кезеңге келген кезде жаңағы редакторлардың турнитин, яғни платформаларынан өтпей қалуы мүмкін. Сол себепті бірлесіп жұмыс жасайтын ғалымдардың арасында осындай бір нақты қағида бар. Барлық жаңағы соавторлар көбіне осы қағиданы ұстанады. Және тағы да бір айтатын бір мәселе, ол жерде мына міндетті түрде мысалы рецензенттерге қатысты да сондай қағида бар. Рецензент болып жұмыс жасайтын тұлғалар еш уақытта да келген манускрипт дейміз ғой, яғни қол жазбаны олар чат GPT-ға салып, талдап, оны ары қарай өңдемеу қажет. Өзі оқып, талдап, белгілі бір мәселелерін, мысалы теорияны анықтау деген сияқты, болмаса бір саласынан алыстау бір тақырыптар болса, соны қарап реттеуіне болады. Бірақ осы екі негізгі қағиданы мықтап ұстану керек. Десе де қазіргі кезде жаңа сіз айтып отырсыз, ревьюларды жасанды интеллектпен жасау үрдісі өте кең белең алып кеткен. Қазіргі таңда 2025 жылы Nature журналдарында жарияланған зерттеу бойынша осы күні жаңа ревьюдің жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен жасалынған, жасалынбаған ажырата да алмайды адамдарда. Кейбір ревьюлер сондай жаңа өздеріне берілген жауапкершілікті орындамайтын мәселесі бар. Енді ғылымда қолданудың өзінің нюанстары бар, түсінікті. Ал бірақ халық үшін GenAI-ды мысалы қолданудың бір артықшылықтары да көп. Мысалы қарапайым резюме жазудан бастап, немесе осы қаладағы демалатын орын, сауықтыру орын, тағы басқаларды отзывымен және жаңағы қойған рейтингімен бағалап ішінен ең жақсысын тауып бер десе, керемет тауып береді. Меніңше Google-дың заманы өтті да, қазір жасанды интеллекттің заманы келді, соны халық мейлінше өзінің игілігіне тиімді пайдаланса болады деп ойлаймын. Ол жасанды интеллект бұл біздің ауытқу емес, бұл оқу үдерісінің нормасы болу керек болашақта. Солай, бірақ оны енгізудің жаңағы этикалық және тағы басқа нұсқаулықтары жасалынуы тиіс деп ойлаймын да. Жаңағы GenAI бойынша әлемдік нұсқаулық шыққан, сода айтады, ең бірінші адам құқығы. Адам құқығын таптамайтындай қолдану керексіз, сосын ашықтық, сосын жаңағы жауапкершілік. Сіз сол GenAI-дан қолданып өзіңіз қолданған әрбір мәліметке сіз жауаптысыз.
соны сезіну керексіз да. Мүмкін сондай бізде ғалымдардың арасында сондай заңнама шығарамыз ба білмеймін, сондай бір нәрсе керек, жауапкершілік. Сіздікі тура мен айтқандай ғой, мен студенттердің тапсырма орындап келсе, мен айтамын, сіз орындап келген тапсырмаңыздың әрбір жолына жауаптысыз. Мен баламды айтады, мынаны шығардым ғой дейді, енді осыны түсіндіруім керек қой ағайға дейді ғой. Мынаны сен чат GPT-мен шығардың ғой десем, айтады, бұл мама шығарған оңай ғой дейді, оны түсіндіруді айтсай ағайға дейді. Сол үшін мама айтып берші, мынау қалай шықты дейді ғой. Сондай. Енді осы жерде ойымызды қорытындыласақ, мен жалпы мектепте жұмыс істеп жатқан ұстаздар қауымына және университетте жұмыс істеп жатқан студенттермен тікелей араласатын біздің оқытушыларға айтарым бар. Яғни мен сіздерді чат GPT-ді, я болмаса Gemini-ді, басқа да AI құралдарын кеңінен пайдаланып, мына инклюзивті оқытуда қажетті арнайы траекторияларды жасап шықсаңыздар деп үгіттеймін, үміттенемін және шақырамын. Себебі қазіргі таңда бұл қоғамның үлкен проблемасы. Бізде жалпы класстардың өзінде, сыныптарда мысалы ЗПР, ЗР, аутизм деген секілді диагноздары бар. Мысалы балалар да қоғамға бейімделуі қажет, олар да бірге оқиды. Сондықтан да менің ойымша чат GPT-дің көмегі, AI құралдардың көмегі дәл осы кезде бізге қажет болады. Және ондай инклюзивті мысалы факультеттер тіпті университет қабырғаларында да бар. Сондықтан мен мына оқытушы ұстаздар мен мектептегі мұғалімдерді шақыратын айтарым осы: ең бірінші сіздер осы этикалық тұрғыдан жалпы AI құралдарын қалай қолдану керектігі жөнінде ойланып, ой қорытып, өздеріңізді бір фасилитатор мұғалім ретінде дамытып, одан кейін осы керемет білімдеріңізді осы қоғам мүддесіне қарай бұрсаңыздар. Яғни жасанды интеллектті дұрыс пайдалана білсек, біз негізінен білімнің сапасын жан-жақты арттырып, теңсіздік мәселесін шеше аламыз. Бүгінгі пікірсайыстан түйген ойымыз жасанды интеллектті мүлдем қолданбау деген нәрседен әрине аулақпыз десе де, жастар қазір көбірек кітап оқыса екен деп айтқым келеді. Балаларыңызға кітап оқытыңыздар. Жасанды интеллектті ол өмірде өзі пайдаланып үйренеді, және ол жасанды интеллект тек бізге көмектесуші құрал ғана емес, болашақта адамзат баласына соғыс ашатын бір қауіп ретінде, қауіп фактор ретінде де қарастыруды ұмытып кетпеңіздер. Білім ғылымға негізгі апаратын қайнар көз ол кітап, соны ұмытпасаңыз. Қазір жасанды интеллекттің өздері өзара жеке араласатын Молтбук деген платформасы бар. Естіген шығарсыздар. Негізінде бұл қауіпті негізінде негізсіз емес деп ойлаймын. Осы тұста елімізде AI сауаттылықты сапалы түрде жүргізуді ұсынамын. Себебі бізде көп жерде бұл формальды өтуде. Халықтың мынанша пайызы формальды AI сауаттылық курсын өтті, студенттер мынанша пайыз өтті, мынанша пайыз мемлекеттік қызмет өтті дегеннің көпшілігі сапасыз түрде өтіп жатқан сияқты. Себебі халық әлі де болса өз қажетіне дұрыс пайдалануды білмейтін сияқты. Сол үшін ауылды жерлерде үлкен жастағы, орта жастағы студенттер, халықты барлығын AI-ды сауатты қолдануға осы мемлекет боп, қоғам боп, біз ғалымдар боп үйретейік. Енді мен ойымды қорытындылай келе айтатыным, жалпы барлығымыз болып бірігіп, жасанды интеллектіні өзіміздің тіліміз үшін дамытуға атсалсайық. Ол біріншіден. Екіншіден, жалпы ғалымдар қауымына айтатыным, егерде жасанды интеллектіні зерттеулеріңізде ойланбай, жаңағыдай реидентификация жасамай, болмаса жаңағы генерированный жалған мәліметтер орнына қолданбай мәліметтеріңізді жасанды интеллектке тікелей беріп зерттеулер жасайтын болсаңыз, сіздің неше жылғы еңбегіңіз құмға сіңген судай болып жоқ болып кетуі мүмкін. Және білім алушыларға, оқушылар мен студенттерге айтатыным, мен жалпы өзімнің мамандығымның спецификасына байланысты айтайын. Бағдарламашыларға, өткен мен студенттермен даулы сәттер өте көп болады, олар маған айтады: қазір деген бәрін жасанды интеллект жазып береді, мен неге мынаны қолмен жазуым керек, мен мынаны неге үйренуім керек деп, бастапқы 5 аптада олар менімен қызыл кеңірдек болып таласады. Мен ылғи айтамын, қазір де соны білім алушыларға жеткізгім келіп отыр.
Мына жасанды интеллект, әсіресе мына бағдарлама жазу саласында, егер де сіз базаны, фундаментті мықты білетін болсаңыз, ол сіздің мүмкіндігіңізді, жұмыс жасау қабілетіңізді 10 есе, 100 есе, 1000 есе арттырады. Ал егер де сіздің негізгі қабілетіңіз қалыптаспаған болса, қай класс қайда тұр, бір-бірімен қалай байланысатынын білмейтін болсаңыз, сізге жасанды интеллект генерация жасап берген жаңағы үлкен кодтар сіздерге үлкен қоқысқа ғана айналады. Сондықтан да жасанды интеллектіні орнымен қолданып, сіздің адами интеллектіңізді өшірмейтіндей амалдар мен әрекеттерді дұрыс орындауға шақырамын.